Ассалаумағалейкум достар. Жаңа ғана UFC 322 турнирі аяқталды. Басты жекпе-жекке болжам жасап көрген едім. Енді көрген білгенді қорытындылайтын да уақыт келді. Өздеріңіз білетіндей 77 келі салмақта жаңа чемпион пайда болды. Мен азарт ретінде Маддалена 4-5 раундта техникалық нокаутпен жеңіске жетеді деген болжам жасаған едім, бірақ сана ми не айтып тұрғанын айттым сіздерге. 5 раундта болады, 5 раундта ислам жеңіске жетеді. Өкінішке қарай екінші болжам мен үшін өкінішке қарай, өйткені мен Маддаленаның жеңісін қалаған едім. Әлдеқайда қызығырақ болар еді деп ойладым дивизионның болашағы. Факт ретінде тіркейміз. Ислам жаңа чемпион, жалпы ММА тарихындағы, UFC тарихындағы ең үздік атлеттер қатарына кірді. Ұлы атлет болды, оның барлығы сөзсіз. Оны факт ретінде мойындаймыз. Жалпы жекпе-жек келетін болсақ, шешуші рөл ойнаған не? Шешуші рөл ойнаған еркін күрес, яғни аяққа өту, жалпы тейкдаундардан қорғану тәсілдері. Өйткені естеріңізде болса, болжам барысында да айтқан болатын, Маддалена өте нашар қорғанады күрестен, және 100% Махачев тейкдаун жасайды деп айтты. Бірақ ол тейкдаун соңына дейін ұстай алады ма, өзінің функционалдық тұрғыдан қалай сезінеді деген сұрақтар болды да, және сол сұрақтарға біз жекпе-жекте жауап алдық. Өйткені Ислам Махачев 70 келіге көп салмақ қуғаннан кейін, менің түсінгенім осы, көп салмақ қуғаннан кейін толықтай ашыла алмай жүрген 77-те. Өйткені Париге қарсы қиналып кетті, Волконовский қарсы қиналып кетті. Ал 77 бұл жігіт үшін өте қолайлы салмақ болыпты. Бұрынғыдай қатты қумайды, сондықтан күші де, функционалдық даярлығы да 5 раунд бойы бір қарқында жүре беруге жетеді. Көрдіңіздер ме? Бұл жерде бізде керісінше болып тұр. Мына бұл жігіттерге кислород керек деп айтқан едік. Керісінше 77 келі салмақта оның денесі, жалпы мына тамырлар барлығы кислородты жақсы жұта алады деген сөз. Маңызды рөл ойнаған сол тейкдаундардан қорғану тәсілді. Бұған дейінгі статистикамда айтқан болатын, 8 жекпе-жекте 15-16 рет бұл жігітке тейкдаун жасаған. Және Махачевқа тіпті жақын емес күрестер жігіттер. Ал Махачев осы тейкдаундарының арқасында шешті. Жалпы байқасаңыздар, қатты тәуекел еткісі келмеді. Маддалена Дастин Пориенің күйін кешті деп айтуға болатын шығар бұл жерде. Өйткені бұл жігіттің де толықтай сол тейкдаундардан қорыққаны, сақтанғаны соншама, ол мына өзінің жұдырығында ауыр күш бар екеніне сенбеді, қолданғысы келмеді. Бұл бірден байқалып тұрды. Парье де өзі интервьюінде де айтқан, жекпе-жегінен кейін Махачевке қарсы, мені толықтай бір боксшы ретінде ашылуыма, кикбоксингіме сенімді бола алмадым, өйткені тейкдаундарын сескеніп тұрмын деді. Тейкдаундар қайта-қайта маза бермей, толықтай ашылуға мүмкіншілік бермеді. Енді бір ғана плюс татауға болатын шығар, Маддалена бірнеше мәрте дарс чоук қылқындыру әдісіне түсіп қалуға жақын болды да, бірақ оп-оңай қорғанып отырды. Бұл сол өткенде айтқан Крейг Джонстың еңбегі. Енді дәл осындай қылқындыру әдістерін, гильотинаның түр-түрін жақсы қолданатынын білген Махачевтің соған ғана дайындалған болып шықты ғой. Яғни мақсат бір тіпті мерзімнен бұрын ұтылып қалмау сияқты болып көрінді. Енді басты жетістігі осы. Өйткені мысалы екі аяқтан бірдей подхват деген бар, жамбасқа салып лақтыру, екі аяқтан іліп алып. Мысалы көрсеңіздер, екінші раундта сондай эпизод болды. Екі аяқтан бірдей іліп алып, қолтықтың астына қолды салып, кері лақтыруға тырысты Махачевті Маддалена, бірақ болмады. Сосын бірнеше мәрте тағы қолданып көрді, бірақ бұған дейін ол Билалды да, Бёрнсті да солай аударған, бірақ Махачевқа келген кезде тақалды. Бұл подхват өтпей қалды. Харайгоши, егер жекпе-жек терминологиясына жүгінетін болсақ, өтпей қалды. Дымда, жалпы қазір констатация ретінде айту керек, дымда өткен жоқ бұл жекпе-жекте. Қорытынды осы, неге солай болды? Жалпы жекпе-жекке бір аңдатпа ретінде. Енді 77 келінің болашағы не болмақ? Өйткені біз үшін ең қызықты салмақ қой. Бізде ол жерде Шавкат Рахмонов бар. Өкінішке қарай Шавкат Рахмонов үшін қазір титулды жекпе-жектің ауылы алыстай бастады. Оны алдын ала Ислам Махачевтің өзі де білдіртіп қойды. Оның нақты бір жоспары бар екенін көріп отырмыз. Ол мен Усманды таңдар едім дейді қарсылас ретінде, бірінші рет қорғауға. Өйткені енді олай деуге толық негіз бар. Ол неге екенін түсіндіріп те берді. Қазір ол үш рет қатарынан ұтылып келе жатқан Усман емес, ол кеше ғана 7-8 жекпе-жек қатарынан жеңіп келе жатқан Баклиді ұтып алды.
қазір түсініксіз да ол жігіттің күйі. UFC де одан максимум шығарып алу үшін әрине қазір жас біреуге бере салса, топ 15-10-дағы біреуге одан ештеңе шықпауы мүмкін. Усман қалай дегенмен бұрынғы паунд фо паундқа кірген адам, жалпы 77 келіде UFC тарихындағы ең бір үздік үштікке кіретін адам, әлі де есімі бар, және бұл жігіт жеңіс жолында тұрған кезде максимум шығарып қолданып қалу керек. Сондықтан исламның келесі қарсыласы атанады дегенге сенемін мен. Бұл менің ойымша қазір тізімде бірінші орында тұр. Екінші орында бізде Моралес, дәл сол картта жеңіске жеткен, 19-0, қазір Шафкатпен көрсеткіші бірдей, бірақ бір ерекшелігі Моралес жүріп тұр әлі де, әлі жекпе-жектер үстінде, ол бір жылдық үзіліс алған емес. Бұл да өте маңызды дүние. Брэди мен Моралес қай жеңгені титулға таласады деп Дана Уайттың аузынан шыққан сөз бар. Сондықтан бұны бір екінші үміткер ретінде қоса болады. Үшінші үміткер ретінде екі бірдей адамды қоюға болады. Бұл жерде енді сол уақытта дивизион қалай өзгереді соған байланысты. Бұл не Иэн Гарри, егер келесі апта Белал Мұхаммед ұтып жатса, не Шавкат Рахмонов, егер жылдың басында бір жекпе-жек өткізіп, келесі жылдың ортасына қарай, жазға қарай жекпе-жекке дайын болса. Бірақ байқасаңыздар, Махачев негізінен Шавкат Рахмоновтың есімін қатты атағысы келмейді. Енді бұл жерде жекпе-жектен бір қашып жатыр деп айыптауға да болмайды. Бұл екі салмақтағы чемпион, бірақ Усманға қарағанда өте ыңғайсыз қарсылас екенін түсініп отыр. Ол жерде енді Маддаленаға қарағанда да өте ыңғайсыз қарсылас екенін түсініп отыр. Ол жерде біраз қиналуға тура келеді. Сондықтан бұндай жекпе-жектерді біз 2026 жылдың соңында, 2027 жылдың басында көріп қалуымыз ықтимал. Ал Рахмонов қазір тіпті бір жыл тұрып қалды. Сондықтан кем дегенде бір жекпе-жек өткізіп, қайрадан жеңіс жолына оралып, мен бармын деген сияқты бой көрсету керек. Оған қоса бұл жерде сандар да маңызды рөл ойнайды. 20-0 дегеніміз бұл анау-мынау емес енді. Қазір 19-0, егер 20-0-ге жетіп, мысалы Бакли сияқты біреуді тұрып жатса, 20-0-ге дейін жеткізсе, онда бұл өте үлкен бір аргумент болмақ. Мерзімнен бұрын ұтса тіпті жақсы. Осындай менің ойларым, барынша ойға түйгенімді осы жерде ортаға салуға тырыстым. Алдағы апта бізде Бекзат Алмахан бар, Асыл Алмабаев бар. Бұйыртса біз сол турнирде де осы жерде отырып талқылайтын боламыз, саралайтын боламыз осы жекпе-жектерге қатысты. Ал бүгін Ислам Махачевтің титул жекпе-жегінен алған өз әсерлеріңізді жаза отырыңыздар. Одан бөлек Рахмонов Махачев деген жекпе-жегі жалпы болады ма, болмайды ма? Өз ойларыңыз қандай, өздеріңіздің іште баста құрып отырған теорияларыңыз қандай, жаза отырыңыздар.